Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Жансая. Бүгін өте дәмді жаппасай тағам дайындайтын боламын. Өте сүйкімді тағамдардың бірі. Егер де рецепт сіздерге қызықты болса, видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен тағамымыздың қамырын дайындау үшін ыдысқа ұн салып алдым. Үстіне бір жұмыртқа, су құйып, қамыр илейміз. Еттің қамыр сияқты қаттылау етті билейміз. Етін жауып 30 минутқа демалдырып қоямыз. Май қызғаннан кейін етті қазанға саламын. Осылай жақсылап қуырып аламын. Үстіне ұсақтап туралған пияз қосып, қызарғанша қуырамыз. Бір тіс туралған сарымсақ салып, араластырамыз. Керемет хош иіс береді және дәмі ерекше болады. Үстіне сәбізімізді саламыз, араластырамыз. Картошкамызды саламыз. Байқасаңыздар, барлығын көбіктеп турадым. Томат салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Су құйып, қайнағанын күтеміз. Енді тұз, дәмдеуіштер салып, етін жауып қоямыз. Қамырымның июі қанды, енді қамырды жаямын. Осылай оқтаудың көмегімен жаясыздар. Осылай дөңгелек етіп бір тегіс жаясыздар. Сұйық барлық жеріне тигізіп, бірдей етіп жағып шығамыз. Осылай пышақтың көмегімен 4 бұрыштап кесіп аласыздар. Бұл тағамның қамыры жұқалау болу қажет. Май жағылған жағын астына қаратып салып шығамыз. Баяу отта 30 минут пісіреміз. Осымен біздің жаппасай атты тағамымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, лүпіл қойып, пікір қалдырып, арнамызға тіркеліп қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.